Қампайып сырттай жүргенмен, жабықтым іштей езіліп, балаша мәз боп күлгенмен, қайғыны жүрмін сезініп. Әкесіз күндер зулауда, бұл күндер маған тамықтай, көңілдің гүлі қурауда, жүремін қалай қамықпай. Сағыныш серік жаныма, көңілге медеу жырларым, бастағы бақты тағы да, уақытау қалай ұрладың. Өткінші екен бақырыс, көшті ғой бастан тұрмай көп, өзекті өртер сағыныш, жазылмай қалған жырдай боп. Фәниде Алла пендені сынайды екен мұң артып, әкенің таудай мендегі бейнесі қалды мұнартып. Үмітсіз, ойсыз жүредім, иманға енді бағындым, сыздайды құрғыр жүрегім, әкешім, сені сағындым. Тау алыстаған сайын биіктей береді. Ол жан-жары мен ұрпақтарына қадірлі әке берік тіреу еді. Ағайын тумаларының қимасы, жора жолдастарының сыйлысы тұғын. Әлбетте, уақыт өткен сайын санамыз жаңарғанымен, жарқын бейнені санамыздан өшіре алмасы хақ. Аяулы азамат ел үшін ерінбей еңбек етті. Жалқаулық пен масылдықты кейінге сырып, маңдай терін төге қарекет қылды. Адалдық атты қасиет жанына серік болатын, саналы ғұмырында қамқорлықты да бір кісідей жасап бақты. Ақ көңіл, жаны таза азамат еді. Ардақты жан Бағдат Тоқанұлының ғұмыры Алланың жазуымен 78 жасында қайрылды. Оның бұл жалғаннан мәңгілік фәниге көшкеніне бүгін 1 жылдың жүзі болып отыр. Марқұмның ұрпақтары мен жарының мұңға толы жүректерінің сыры бұл естелікке сыймас. Десек те бұл бейне жазба, олардың күздің сұрғылт күнінде үзіліп түскен қарт еменнің сары жапырағындай, әке, жар рухына деген сағынышының көрінісі болмақ. Бағдат Тоқанұлы, қасиетті де киелі мекен, талай дүлдүл мен ақынға, жақсы мен жауһарға құтты туған жер топырағы болған Қарқаралы өлкесінің қазіргі Қазмамын жол елді мекенінің Ақбай Қызылбай ауылында 1943 жылы қыстың қақаған ақпан айының 3 жұлдызында дүниеге келген екен. Әкесі Тоқан, анасы Мәлике. Әкесі 10 саусағынан өнері тамған шебер ұста болған. Анасы Мәлике мен әкесі Тоқан отбасындағы Уай, Гүлжан, Ілияс, Бәтен, Бағдат, Қалияс атты 6 баланы бағып қағып өсіріп жеткізеді. Мектепті аяқтаған соң Қарқаралы зооветеринарлық техникумына түсіп, оны 1961 жылы ойдағыдай аяқтап шығады. 1962 жылы әскери борышын өтеу үшін Ресейдің Пенза қаласына аттанады. Әскерде мейіргер болып қызмет атқарады. Үш жылдай әскерде болған жас Бағдат сол жақта өзінің болашақ жары Мариямен танысып,
екеуі қол ұстасып елге қайтады. Қарағанды қаласына келген олар Костенко шахтасының маңында отбасылық ғұмырларын бастайды. Ер туған жеріне деген нақылды ұстанған әкесі Тоқан жастарды біраз айдан соң Қарағайлы елді мекеніне көшіріп әкеледі. 1967-1969 жылдар аралығында ол Қарағайлының кен байыту комбинатында қызмет атқарады. Олардың Татьяна атты қызы мен Асқар атты ұлдары дүниеге келеді. 1969 жылдан бастап Бағдат Тоқанұлы Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының Ішкі істер министрлігінің саласына жұмысқа ауысып, зейнетке шыққанша сол жерде тапжылмай еңбек етеді. 1976 жылы отбасындағы ең сүйікті қыз Гүлжаны өмірге келіп, әке бақытын еселей түседі. Балаларын оқытып, тоқытып, қатарынан қалдырмай жетілдіріп, жары екеуі ел қатарына қосады. Балалары да өз кезегінде әке үмітін ақтар азамат болып ержетті. Еңбек етіп, табыстарға жетіп, өздері де отбасын құрды. Оны ата бақытына бөлейтін немерелер, жиендер дүниеге келіп жатты. Немере жиендері Айдар, Руслан, Қуаныш, Жанел, Милана аталарын ерекше жақсы көріп, сәтті қадамдарымен оны қуанта білді. Амир, Амина есімді жиен шарлары балалық тәтті қылықтарымен бұл әулеттің шаңырағына ерекше шаттық сыйлады. Бағдат Тоқанұлы өте шығармашыл жан болған. Домбырада ән салғанда оның даусына тамсанбайтын жан болмайтын. Оның сүйікті композиторы Шәмші Қалдаяқов еді. Барлық әндерін отбасымен бірге шырқағанды ерекше жақсы көретін. Машинаның моторын шашып тастап, оңай жинайтын механизаторлық қабілеті де ерекше еді. Ол жолдастарына, туыстарына сыйлы құрметті болды. Достықтың, ағайынның қадірін, қасиетін жоғары қоятын аптал азамат болды. Қашанда болсын қазаның ауыр салмағы, жан-жарына басымдау батары анық. Жары Мария екеуі 55 жыл отбасылық ғұмыр ішінде сыйластықта өмір сүрді. Балаларының келешегі үшін еңбек етіп, еңбектерінің зейнетінде көрді. Дегенмен арман таусылған ба? Жары Мария үшін қасында тіреу, сүйеу болып жүрген жолдасының жанында жүргені ғанибет еді. Оған Алланың жазуына адамның қарсылығы болмас. Сағынып, өткен күнді еске аламын. Отасқан 55 жыл жарым едің. Дәм бітіп, тағдыр шіркін алып едің, ажалсыз кеудемізден жан шықпайды, артыңда қимастықпен қалып едім. Сөзіңнің жүрегімде назы қалған, өмірдің көбі кетіп азы қалған, сағынып өткен күнді хатқа жаздым баянсыз, өмір шіркін мына жалған. Сағындым өткен күнді арман қылып, күн қайда отыратын әзіл құрып, етпейік тәңірге біз наразылық. Ол мен қыз ортамыздан ұрпақ қалған, ол қыздың тілеушедік амандығын бір Алла көрсетпе деп жамандығын. Пәни мен бақилықтың арасына естелік артымызда мұң қаладың.
Өткендер қош айтысып шалғанына, жеткен бар, жетпеген бар арманына. Артынан дұға оқытып дәм береді, Тәңірім ғұмыр берсін қалғанына. Адамдар бұл өмірге қонақ, қимас жар, сүйікті әке, қамқор ата, сыйлас туыс Бағдат Тоқанұлы 2021 жылдың 17 қазаны күні 78 жасында о дүниеге аттанды. Өлшеулі ғұмырда саналы ғұмыр кешкен марқұмның жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын.